Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Назира. Бүгін осындай котлет пен тефтели жасау рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл негізі оразаға дайындық. Бұл заттарды жасап, мен морозильникке салып қоямын. Және де барша мұсылман қауымға, ораза тұтып отырған барша мұсылман қауым, оразаларыңыз қабыл болсын. Алладан тілеген дұға тілектеріңіз періштенің құлағына шалынсын. Және енді бұл котлет пен тефтели дайындау үшін мендегі сиырдың фаршы, менде таза еттен өзім ет тартқыштан өткізіп, өзім жасадым. 1 келі фаршқа 200 грамм қойдың құйрық майын қостым. Және де сол фаршты теңдей етіп екіге бөлемін. Ең алдымен котлет жасайтын боламын. Ол үшін маған осындай нан керек. Кез келген ақ нан болса бола береді. Тек қара нан болмаса болғаны. Мендегі бөлкен нан. Осылай кесіп, шетінде қаттыларын бөлек, жұмсағын бөлек алып қоямын. Және де шетінде қаттыларын да тастамаймын. Оларды майдалап турап, духовкаға сухари етіп жасап аламын да, кейін соңында жаңағы панировочный сухаридің орнына осы өзімнің дайындап алған сухариімді пайдаланатын боламын. Мінекей осылай жасап сіздер де жасаңыздар. Өте керемет күшті болып шығады. Ендігі кезекте жаңағы нанға 150 грамм сүтті құйып жібітіп қоямын. Сосын фаршқа қосатын пияз бен чесногымды үккіштің майда жағынан өткізіп аламын. Үккіш болмаса жаңағы ет тартқыштан өткізсеңіздер де болады. Мінекей дайындап алған пиязымды фаршқа қосып, оның үстіне жаңағы нанды сығып алып, нанды фаршқа қосамын. Мендегі осы шамамен 150 граммдай нан қосылды. Осы 500 грамм фаршқа. Нан тым көп болмағанда дұрыс негізі. Сосын 1 жұмыртқаны қосып, үстіне шамамен жаңағы дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, фаршты жақсылап тұрып араластырамын. Фаршты мұқият өте жақсы араластыру керек. Себебі жаңағы піскен кезде фаршымыз көтеріліп, тоңбейіп, сочный болып, әдемі болып піседі. Мынау менің дайындап алған сухаригім, бағанағы духовкадағы жасап алған. Енді котлет жасауға кірісемін. Осылай жайлап қана алақаныңызбен шамалы ұрып жіберіңіз. Ішіндегі ауасы кетсе, котлетіңіз майға түскенде формасы қалай болды, тура сондай болып, әдемі болып, сочный болып пісіп шығады. Осылай жасап, жайпақ ыдысқа бетіне пергамент қағазын төсеп, котлеттерімді соның үстіне қоятын боламын. Кез келген бір жайпақ ыдыс, өзіңіздің морозильнигіңізге сыйса болғаны. Бүкіл фаршты осылай котлет жасап алдым. Мендегі осы 500 грамм фарштан 15 котлет шықты. Және де котлеттерімнің көлемінде көріп тұрсыздар. Кішкентай емес, көлемі әжептеуір үлкен болды. Осылай жасап қойыңыз сізде. Жұмыстан келген кезде жылдамдатып пісіріп ала салғанға оңай. Енді келесі кезекте тефтели. Ол үшін маған 100 грамм күріш. 100 грамм күрішті жақсылап жуып, жылы суға салып қойып қоямын. Сосын фаршымды дайындаймын. Жаңағы пияз, чесногымды үккіштен өткізіп, фаршыма қосамын. Достар, арнама тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, менің арнамды қолдап қойсаңыз үлкен алғысымды айтамын. Енді кезекте жаңа күрішімді қосып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, 1 жұмыртқа қосамын. Сосын фаршты жақсылап тұрып араластырамын. Жақсылап мұқият араластырыңыздар. Осылай. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Енді осы ыдысыма кішкене ұн сеуіп жіберемін да, тефтелиімді жасауға кірісемін. 1 келі фарштан осындай көптеген заттар әжептеуір жасауға болады екен. Осылай жасап көріңіздер. Мен бұның алдында да жасаған заттарым бар. Оны түсіруге мүмкіншілік болған жоқ. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін сіздерге көп рахмет. Оразаңыз қабыл болсын.
Арнамда келесі кездескенше амандықта, саулықта болыңыз. Ой пікіріңізді міндетті түрде қалдырып қойыңыз комментарий бөлімінде. Мінекей осылай мен дайындап, бәрін морозильникке салып, жақсылап дайындап алдым. Асыңыз дәмді болсын. Сау саламат болыңыз.